Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 19 ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиеті. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты ұлттық құндылықтарға отаршылдық саясаттың кері әсерін талдау. Бұл сабақта 19 ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиетімен таныс боламыз. Яғни 19 ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиетінде қазақ халқының азаттық жолындағы күресі ерекше жырланды. Олар Исатай Тайманұлы, Бекет және Есет батырлар, Кенесары мен Наурызбай, Жанқожа және тағы басқа тарихи тұлғаларға арналды. Суырып салма ақындар, жыршылар қазақ халқының ерлік күресін, ержүректігін, батырлар мен қолбасшыларының халыққа адалдығын жан-жақты жырға қосты. Сонымен бірге, халық өзінің тарихи шығармаларында патша отаршылдарының қолжаулығына айналған өзінің халқын сатқан хандарды, сұлтандарды және билерді ашық сынады. Азаттық үшін күресте ерлік көрсеткен халықтың ел қорғау әрекеті ақын-жыраулардың шығармасында кеңінен көрініс тапты. Алайда, күші өзінен басым отырықшы көрші елмен теке-тіресте қазақ қанша қайрат көрсетсе де отарлық бұғаудан құтыла алмады. Бұл халықтың зары қазақ ақындары жырында айқын көрініс берген кезең еді. Олардың арасында Шортанбай, Мұрат, Дулат, Шернияз, Шөже, Нысанбай есімді жыраулар көрініс табады. Енді балалар, атап айтқан жыраулардың мазмұнымен видеоролик арқылы таныс болыңыздар. 19 ғасырдың бірінші жартысында қазақ қоғамындағы өзгерістер бір жағынан Қоқан хандығының, екінші жағынан Ресей патшалығының қазақ елін отарлау саясаттарына қатысты болған. 19 ғасырдың бірінші жартысында сол қоғам келбетін, дәуір тынысын, ондағы болып жатқан құбылыстарды өз шығармаларына барынша жан-жақты, сан қырлы сипатта, түрлі мазмұнда бейнелеген, шығармаларына халық тағдырын арқау еткен дарынды ақындар тобы пайда болды. Олар Дулат, Байтоқ, Жанұзақ, Шортанбай, Махамбет, Шернияз, Алмажан, Жан-кісі, Жанақ, Абыл тағы басқалары. Байтоқ, Жанұзақ сияқты ақындар хандарды мақтап жырлады, хандарды қошеметтеу тұрғысынан ғана өлең жыр туғызды. Дулат, Шортанбай тағы басқа ақын жыраулар өз туындыларында отаршылдыққа, патша үкіметіне арқа сүйеп, елге қысым көрсетуші әкім сұлтандарға қарсы бағытта толғап, ұлттық мүддеге, дәстүр салтқа, әдет-ғұрыпқа төнген қауіпті ашына көрсетті. Ауыл әкімдерін, билерін сынап, сатиралық сипаттағы өлеңдерін туғызды. Махамбет, Шернияз, Жан-кісі, Алмажан тағы басқа ақындар хан сұлтандар мен би әкімдерді халықты қанаушы, езуші, момын шаруаға, бұқара халыққа зәбір көрсетуші деп біледі. Сол дәуірдің өмір шындығын олар жаңа реалистік тұрғыда көрсетіп, елдің жоқшысы күрескері бола білді, ерлік пен елдікті жырлады. Сөйтіп, ұлттық ой сананы білдіруші ақындар отаршылдық пен саяси әлеуметтік жағдайдан берекесі қашып шашырай бастаған халықтың халін, оның болашағын өз жырларының негізгі арқау етті. 19 ғасыр басында қазақ халқының әдебиеті жаңа қырынан дамыды. Әдебиеттің өзекті тақырыбы ұлттың азаттығы мен елдің тәуелсіздігі болып, адами ізгі құндылықтар ұлттық мүдде ретінде жоқталды. Әдебиет саласы тақырып аясын біршама кеңейтті. 19 ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиеті өкілдерінің туындылары бүгінгі күні ұлттан шыққан тұлғаларды қадірлеудің және құрметтеудің маңызы екенін халыққа түсіндіріп, үлкен танымдық және тәрбиелік мәнге ие болды. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, тарих үшін қазақтың әдеби туындылары зор үлес екендігін аңғардық. Сонымен қатар халық ақындары мен жыршылары ұлтымыздың тамаша дәстүрлері мен тарихи тұлғалары арқылы өткен мен бүгіннің алтын көпірін бүгін одан әрі жалғадық. Назарларыңызға рахмет.